Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге видеомда қысқа дайындық ретінде өзіміз сүйіп жейтін баклажаннан рулеттерді алдын ала қатырып қою жолын көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Бізге бар жоғы баклажан мен целлофан пакеттер ғана қажет болады. Ең алдымен керекті мөлшерде баклажанымызды алып, жуып, тазалап аламыз. Содан кейін осындай қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес мөлшерде слайс ретінде кесіп алатын боламыз. Қалыңдығы міндетті түрде осындай болуы қажет. Барлығын біркелкі етіп турап алғаныңыз жөн. Егерде қатты жұқа болып кететін болса, майға қуыру кезінде тым жұмсарып, үзіліп кетуі мүмкін. Ал қалың болса, орта жағы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де орташа мөлшерде турап шыққаныңыз дұрыс болады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді табамызға майымызды құйып, сұйық майымызды қатты қыздау деген кезде туралып тұрған слайс баклажандарымызды салып шығатын боламыз. Екі жағын аунатып, қатты қызартпаймыз, орташа қызғылт түске енген кезде аударып, қағаз сүлгіге салып, сәл майын сіңіру үшін бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай маған қажетті түске енді. Келесі жағына аударудамын. Келесінде аударайын, мінекей өте әдемі болып жатыр ғой. Содан кейін қағаз сүлгімізге салып алатын боламыз, барлығын орналастырып. Мінекей достар, бар жоғы осы, өте оңай. Ендігі кезекте целлофан пакеттерімізді осындай ұзыншалау етіп кесіп дайындап алатын боламыз. Содан кейін баклажандарымызды орналастырып, орап, келесін салып, орап, солай барлығын орап шығамыз. Ешқандай да формасын жоғалтпайды. Қыстың кезінде әсіресе баклажан жегіңіз келген кезде, тіске басар жасағыңыз келген кезде таптырмайтын дүние болып табылады. Егер де осы бөліскен ақпаратым сізге ұнаған болса, өз пікіріңізді қалдырып, каналыма жазыла кетіңіз. Мінекей слайс баклажандарым дайын болды. Енді осы күйінде морозильникке жіберетін боламын. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.